Бәріңізге сәлем, сіздермен бірге кинобриф арнасы. Сіздерге етік киген мысық мультфильмінің шолуын ұсынамыз. Арнаға лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Шолудың келесі бөлімі шыққанын қаласаңыздар, лайк басу арқылы білдіре кетіңіздер. Ал біз шолуымызды бастасақ. Бастапқы кадрлар бізге балалар үйінің есігінің алдына әкелініп тасталған себеттегі мысықты көрсетеді. Оны көрген тәрбиеші ханым Милли қуана қарсы алып, өз баласына кем қылмай өсіреді. Мысық пен Шалтай атты жұмыртқа қалада жүргенде үнемі мұндағы бұзақы балалардан таяқ жейтін шыдамы таусылған мысық оларға қарсы шығып жеңіп тастады. Ендігі олар да қалада еркін жүре бастады. Және сол күннен кейін Шалтай мен мысық адал достарға айналды. Шалтай байлыққа кенелуді аңсайтын. Бір күні етікті мысыққа аңыз айтып берді. Аңыз бойынша сиқырлы дәнек бұршақтан үлкен шырмауық өсіп, аспандағы сарайға жол ашады. Сол сарайда алтын жұмыртқа туатын қаздар бар. Екі кішкентай бала осы аңызға сеніп, байлыққа кенеліп, Миллиге жақсы өмір сыйлау үшін бұршақты іздей бастады. Алайда қанша мәрте талпынса да қалағандарына жете алмады. Кейде олар ұрлық жасаймыз деп шерифке де ұсталып жататын. Алайда мысық ұрлық жасағанша басқа да жақсы істер арқылы пайдаға кенелуді болатынын түсінеді. Бірақтан оның бұл ойын Шалтай келісе қоймайтын. Қаладағы күндердің бірінде Шалтайдың лақтырған тасы қамаудағы бұқаны босатып жіберді. Бұқа қала тұрғындарына қауіп төндіргенде мысық батылдықпен бұқаны тоқтатады. Оның иелігіне тәнті болған қала тұрғындары қол соғады. Ал Милли сый ретінде мысыққа етік сыйлап, ол етік киген мысық атанды. Алайда оның мақтауға ие болғаны сырттай Шалтай қызғанып қалды. Уақыт өте келе мысық қаланың қорғаушысына айналып, халық алдында абыройлы бола берді. Шалтай сонда да ұрлықты қоймай түрмеге түсіп жүрді. Оны мысық абыройын пайдаланып, ол жерден шығарып алатын. Тек бір түні басын бәлеге тап болды деп мысықты арбасына отырған Шалтайдың бұл әрекетін мысық түсініп қойды. Сөйтсе Шалтай арбаға қаланың банкінен ұрлаған алтынын салған екен. Ал мысықты ұрлыққа қатысты етіп отыр. Ақыры аяғында екеуі аударылып, мысық жерде жатқан Шалтайға көмектеспей қашып кетті. Етік киген мысық ұры атанып, барлығынан айырылды. Үйден де, абыройдан да. Осы оқиғадан соң 7 жыл өткенде етік киген мысық үй ішінде ер адаммен айқасады. Керемет шайқасып жеңіске жеткен соң шарапханаға соғады. Оның киім-киісіне мұндағылар күле бастады. Кейін олар етік киген мысыққа іздеу салынған парақты көріп, оны полицияға өткізсе ақша алатындықтарын түсініп, әрекетке көшеді. Алайда өзін ұстауға келе жатқан адамды жеңіп тастаған етік киген мысық оны аман қалдырып, ақысына аңыздағы сиқырлы бұршақ жайлы мәлімет біліп алады. Олардың айтуларынша, сиқырлы бұршақ қазір Джек пен Джилли атты адамдарда. Екеуі қалаға жауыз атымен танылған. Етік киген мысық әрекетке көшіп, олар түнейтін қонақ үйге келеді. Бірақ ұрлық жасауға келген ол ғана емес, мұнда қара мысық та келді. Ақыр аяғына екеуі де бұршаққа таласамыз деп, Джектің мылтығының оғына ұша жаздады. Ұрлық жоспары іске аспаған соң, оған кедергі келтірген қара мысықты аңдуға көшкен. Етік киген мысық соңында түнгі клубтан бірақ шығады. Мысыққа жеткен соң, оны шайқасқа шақырғанда қара мысық шайқасудың орнына билей бастады. Ортада би жарыс кетті. Кейін қара мысық сүтті төгіп, оны мазақ қылғанда, шыдамы таусылған етік киген мысық оны гитарамен ұрып жібереді. Кейін бетпердесін шешкен, оның сұлулығына етік киген мысық таң қалады. Оның артын қуалай келе бір бөлмеге келген ол бұл жерден Шалтайды табады. Бас сала оны сатқын деп айыптаған мысыққа жауап ретінде Шалтай, сен де мені саттың деп айыптады. Айтпақшы қара мысықта Шалтаймен әріптес. Қара мысықтың есімі Жұмсақ Табан. Осы екеуі бірін-бірі сатқын деп болған соң, Шалтай бұршақ бойынша жоспарын ұсынады. Осыған етік киген мысықты да шақырады. Дегенмен Шалтайдың сатқындығынан соң ренжіген мысық келіспеді. Жұмсақ Табан мен етік киген мысық осы мәселе бойынша ұзақ сөйлесті. Өткен кеткенді айтты. Сол сәтте жандардан Шалтай пайда болып, қайтадан шын жүректен кешірім сұрады. Кейін бұршақ жоспары іске асса, қала тұрғындарына да Миллиге де пайдамыз тиеді деді. Олар келісті. Іске кіріскен команда шатқал арасында келе жатқан Джек пен Джилиден дәндерді алуды көздеді. Жұмсақ Табан мен етікті мысық оны сәтті орындады. Алайда бұршақты қолдарына алған соң, байқаусызда Джектің назарын өздеріне аударып көзге түседі. Екі мысық екі адамға қарсы керемет шайқасты. Оларды еш амалсыз қалдырып, кейін Шалтайдың жасап шығарған ұшағымен қашып кетті. Жұмсақ Табан мен етікті мысық бірін-бірі жақсы көріп қалғанда еді. Шөл далаға келген олар бұршақты өсіретін орынды таңдайды. Сиқыр рас болып, олар аспандағы сарайға көтеріледі. Олар жерден мыңдаған алтын жұмыртқа табады. Алайда олар ауыр. Сондықтан алтын жұмыртқа туатын қазың балапанын алуды дұрыс санайды. Бұл жерден кету барысында оларды үлкен бір нәрсе ұстауға тырысады. Ал етікті мысық Жұмсақ Табанды құтқарып қалады. Олар төменге бұршақтың жапырағын пайдалану арқылы түсті. Барлығы кешкі салқынмен от жағып, олжаларын тойлай бастағанда, Жұмсақ Табан мен етікті мысықтың арасында махаббат оянғанын көрген Шалтай Жұмсақ Табанға жоспардан ауытқыма деп белгі береді. Таңертең жалғыз оянған етікті мысық жанындағыларды Джек пен Джилли ұрлап әкеткенін түсінеді. Қалаға достарын құтқаруға асыққан мысық 7 жылдан кейін барып оралады. Етікті мысық әлі де болсын
осы қалада ұры есебінде болғандықтан жасырынып кіреді. Кейін Шалтайды құтқаруға асығып келгенде Шалтайдың Жек пен Джилидің адамы екенін түсінеді. Ал Шалтай өз кезегінде сенің кесіріңнен талай жыл түрмеде болдым деп кек алғанын мойындады. Осы сәтте қала әскерлері мысықты қоршалай кетеді. Етікті мысық қарсыласқысы келгенде Милли келіп еш шайқассыз берілуін сұрайды. Мысық солай тұтқынға түсті. Ал Шалтай балапанның арқасында алтынның астында қалып, қала халқы үшін батырға айналды. Түрмеге түскен етік киген мысық мұнда өзімен бірге қамалған бір шалды байқайды. Оның айтуынша өзіне сиқырлы бұршақ болғанын және оны Шалтай алып қойған екен. Ендігі ол бұршақты пайдаланып балапанды алып келгендіктен мұнда балапанды іздеп үлкен қаз келеді деп айтады. Ал осы сәтте етік киген мысық қаз келсе қаланың күйреп адамдардың қаза табатындығын түсінді. Күзетшіні шақырып жәудіреген көздермен одан өтіп кетуге тырысты. Кейін бұл жерде жұмсақ табан пайда болып есікті ашып күзетшіні құлатады. Ол етік киген мысықтан кешірім сұрады. Бостандыққа шыққан мысық қаланы құтқару үшін Шалтайға жолықты. Оған алда болатын жайттың барлығын түсіндіріп, неге бұлай адамдардың басын қауіпке тигетінін сұрағанда, Шалтай қаланың адамдарынан көрген қорлығын алға тартады. Етік киген мысық оған ұсыныс жасады. Егер қазір онымен қосылып әрекет етсе, қала халқы үшін батырға айналасын деді. Айтып болмайынша қалаға қаз келе қалады. Етік киген мысық пен Шалтай ұшатын арбаға мінді. Қаланы қиратып балапан іздеп жүрген қаздың назарын аударып көпірге әкелді. Көпірге келген қаздың салмағына шыдамай сына бастады. Ал сынған көпірмен қоза Шалтайды құлай жаздады. Тек оны етік киген мысық ұстап алады. Алайда бұл сәтте қаздың балапаны да құлау алдында. Шалтай етікті мысыққа мені жібер де балапанды құтқар, әйтпесе оның анасы қаланы бұзады деп айтты. Бірақ мысық оны құрбан етуге дайын емес болғандықтан бұл істі өзі жасап Шалтай көпірден құлайды. Балапан құтқарылып, анасы оны алып үйіне ұшты. Милли мен қала тұрғындары етік киген мысықты батыр санады. Алайда тек әскерилерден басқасы десек те болады. Етік киген мысық қайта іске кірісе бастады. Оған қоса өзінің ғашығымен бірге болды. Айтпақшы, Шалтай бұл уақытта тірі қалып, жаңа отбасымен жақсы өмір сүріп жатты. Осылайша бүгінгі шолуымыз соңына жетті достар. Артыңа тіркеліп лайк басуды ұмытпайық. Сіздермен бірге болған кино бриф арнасы. Келесі видеомызда көріскенше.